күн біздің құрметті оқырмандар, бізде жаңа жоба жастар алаңы деп аталады. Яғни ауданымыздағы ең белсенді жастармен бірге подкаст түсіру. Осы ауданымыздағы жастардың бірі де бірегейі бізде бүгінгі алғашқы қонағымыз Әлішер қонақта. Қош келдің. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Уақытыңды бөліп, біздің алғашқы түсірілімге қонақ болып келісім бергеніңе бізде алғысымызды айтқымыз келеді. Енді көп сөз ақ қояйын, алғашқы сұрақтан бастайын. Сен кімсің және қайда барасың? Мен жалпы өз-өзімді таныстырып кетсем, Оразымбетов Әлішер. Жұмысым Ырғыз аудандық білім бөлімінде әдіскер болып жұмыс жасаймын. 3 жыл болды. Негізі Ақтөбе қаласына туылдым. Бұлай Ырғызға көшіп келгеніме бір 5 жыл болған шығар. 5 жылдың ішінде өзіңді көрсете білдің. Шүкір. Өміріңнің осы 10 жыл демей ақ қойын, 5 жылын танымалдылыққа қияр едің? 5 жылдықты 5 жылдық сонда болмайды, бірақ танымал болып кетсем. Өміріңде тек қана 5 жылың ғана десе. Жоқ, қимаймын, себебі енді бұл 5 жылдың ішінде неше түрлі зат болды. Онда ол заттарды, ол мысалы ситуацияларды, сол кезде болған моменттерді ешқандай танымалдылық, ешқандай финанс, ақша, ештеңе басылмайды деп ойлаймын. Яғни қазіргі өмірің өзіңе ұнайды? Конечно, Қимайсың. Өз пікіріңді сенімді түрде жеткізе алатын жастардың бірісің. Осылай сенімді жеткізуге, өз ойыңды ашық айтуға не итермелейді? Мен негізі университетте оқытқан кезде бірінші курста жүргізіп бастадым корпоративтерді, тойларды. Сол түрткі болды деп ойлаймын, себебі микрофонмен халық алдында сөйлеу олды бір өзінің бір несін берді, моментін берді. Адамдардың алдында ұялмау, түсінікті сөйлеу, четко сөйлеу, соның бәрі может быть как-то переросло сонда. Яғни көпшілік алдына шығып үйренгенмін дейсің? Иә. Сенің ойынша шын достық бар ма? Болмаса сенің айналаңда шынайы достарың бар деп есептейсің? Әрине бар деп есептеймін. Шын дос емес, достар бар айналамда. Қиын кезде, қиналған кезде, болмаса поддержка керек болатын кезде, совет сұрайтын кезде, сондай кезде уже танылады ғой балдар. Ол қалай ол жігіт пен жігіт па, болмаса қыз бен жігіттің арасында достықта ол? Қыз бен жігіттің арасында бізде енді қазір бізде современный мир ғой, 21 ғасыр дейді. Иә, 21 ғасыр дейді. Менің ойымша қыз бен жігіттің арасында достық болу мүмкін. Достық болу мүмкін, бірақ андай американда жаңа кинодағыдай көріп отқан жаңағы лучшие друзья деп ондай айта алмаймын. Болу мүмкін, бірақ оны көбіне білдіре бермейді ғой енді. Ауылда қазір оны дұрыс түсінетін адамдар болады дейсің. Егер ырғыздың нақты ырғыз ауылдың менталитетін алатын болса, онда шамал қиындау болады. Себебі ол біріншіден әңгіме болады, біріншіден өсек болады. Адамдар бізде жалпы тек қана біздің ауылда емес, жалпы қазақтардың арасында бар, білмей тұрып, анықтай алмай тұрып, уже бір ойлар кетеді. Мысалы, мен көшеде бір қызбен просто жүріп бара жатсам, дос или таныс, коллега, әріптес деп ойламайды, сразу екеуі сөйлесіп жүр-ау деген сияқты сондай ойлар бастайды. Дұрыс па? Сен деген жаман сөйлетіп жүрдің негізі. Өмірде қазіргі таңда, бүгінгі күнге дейін нені, бір нәрсені керісінше жасадым немесе жасап жатырмын деп ойлайсың ба? Студенттік кезімде енді балалық шақпен, жастықпен көп біраз заттарды керісінше жасадым. Оның әрине зияны болды. Бірақ айтады ғой, любой опыт жаман болса да, ол опыт болып есептеледі. Сондықтан мүмкін ол зиян жағынан сонда сол кезде зиян болғанымен алдағы уақытта мен одан сабақ алып, ол бір жақсы жағында келтірген шығар. Кез келген өзің жүріп өткен жолың, ол өзіңе сабақ
айтасың. Иә, әрине, ол не істесем де ол сабақ бір итог қорытынды аласың ғой. Өзіңе керек емес заттарды, мәселен, мысалы киімді көп аласың ба мысалы? Иә, мен өзіңе нақты керек екенін, не керек екенін нақты білесің бе? Енді жаңағы керек емес затты көп аламын депсің, оны керек емес зат дегенде қалай? Мен мысалы киім жақсы көремін. Мынандай футболканы алдың, мысалы бір киім, футболка алдың. Жатады вообще киінбедің. Үйде жатады. Неге оны бір жоқ, әрі кетсе бір екі рет кию мүмкін шығармын. Бірақ жатады основном. Бірақ андай мұқтаж жандарға беріп. жоқ, егер бер сен мен сен неңді шығаруым керекпін ғой. Нені шығару керексің? Эмоцияң шығару. Мұқтаж жандарға бір рет бердік. Бір емес, бір екі рет университетте активист болып жүрген кезде Жас отан жастар қанатының мүшесі болдық. Сол кезде бізде кәдімгідей өз еркімен айтады, не осындай жиналып жатырық, давайте кімде желание бар, көмектескізеді деп, и сол кезде резко солай жиналып жатырмыз. Ол кезде киім де болды, ақшалай да көмектер болды, әртүрлі. Жаңа енді 5 жыл өмірімді танымалдылыққа қимаймын дедің. Егер мүмкіндік туса, қандай атақты адамдармен араласқың келеді? Қандай атақты адамдармен? Бейбіт Әлібековпен араласқым келеді. Ол өте сондай кәсіпкерлікті жағынан Қазақстанды дамыту демей-ақ қояйын, бірақ біраз үлесін қосқан адамдардың бірі деп ойлаймын. Алатын нәрсе көп, үйренетін нәрсе. Айтады ғой, кіммен 2 минут болса да отырып, шай ішіп әңгімелескім келеді дейді ғой, сол ішінде сол адам бар. Жалпы романтиксің ба, романтикаға жақынсың ба? Мен романтика өте қиын сұрақ. 50-50 деп айта аламын. Сыртынан қарағанда сені олай деп айта алмаймын, романтик емес деген. Жоқ, егер керек болса емес, енді гүл алып беремін теория. Гүл алып беремін, мүмкін сыйлық, мүмкін бір сыйлықтарды необычный бір өзгешелеу болдырып болады ғой. Мен негізі басқаша жауап күттім да, бірақ өзім мойындап отырсың, романтик онша қатты емеспін деп. Негізі ондай қатты емеспін, солай да айтып жатыр. Қарата алмаған қызым болды ма бүгінгі осы енді қазіргі енді жұбайың болады ғой енді. Бұған дейінгі студент кезде болады енді, оқушы кезде. Мен жұбайым сол бірінші жүрген қызым сол болды. Басқа ешкім жоқ. Точно? Точно. Ал мен басқаша естідім, бірақ оны қазір айтып қояйын. Оны кіргізбеймін по-любому. Онда өзің қайсысын таңдайсың? 3 алдыңда тұр: ақыл, байлық, бақыт. Қайсысын таңдайсың? Тек қана біреуін таңдауға мүмкіндік бар. Бұл жерде байлық атпадайды сразу. Себебі егер ақылды болсаң, ол байлықты сен былай да ақылмен табасың. Бұл жерде 50-50 болып тұрған бұл ақыл мен бақыт. Айтады ғой, егер сен умный болсаң, счастливый человек тот, который глупый дейді. Бақытты адам, ол глупый адам. Мудрый, ақылды адам, ол күмәнданады әрбір затқа. Глупец, мудрый во всем сомневается дейді. Сондықтан шамалы 50-50 шығар, бірақ 50-50 емес, біреуін таңдау керек. Иә, білемін, жалпы. Скорее всего, енді білмеймін, бақытты ол таңдайтын шығармын. Біз енді жастармен жұмыс жасайтын орталық болғандықтан, бізде мысалы жастардың төменділігі енді білмеймін қалай да болатын. Біздің жұмысымыздың минус демей-ақ қояйын. Бірақ енді қазіргі қоғам сондай ма, жастардың төменділігі төменді. Бірақ енді өте жоқ деп те айтпаймын, бар. Соның ішінде енді бірегей деп өзіңді бүгінгі алғашқы осы жобаға шақырып отыр. Өзің қандай кеңес бересің? Қалай көтеріп жатыр жастардың белсенділігін? Ақшаның артынан жүгірмеу керек шығар деймін. Қазір көбісі сондай, мысалға жастардың арасында байқау қойсаң да, мысалға бір условиялар қойып отырады. Бұл жерде жаңа бір белгілі менің выгодам, менің нем интересім қандай одан деген сияқты. Мен не пайда көремін одан көмектескеннен деген бар жастар. Негізі сол осы қасиетті. Пайданы ойлайды көбіне. Қасиетті құрту керек. Пайданы мен жоба жасағанда, іс-шара жасағанда, шаруа істеген кезде де мен көбінесе ақшаны емес, қарым-қатынасты ойлаймын да. Мен осы жобаны ұйымдастырып болғаннан кейін
қандай қарым қатынастар пайда болады маған вклад в отношения дейді ғой, қарым қатынасқа көбінесе мән беремін. Материалдық емес, не жақтан, рухани жақтан. Сондай Пайданы жақсы адамдармен мысалы танысу, ертең жақсы кругтармен танысу, біздің біздің ырғызға сондай жетпейді шығар деп ойлаймын, қатты айтып жібермесем. Ауданның жастарына. Сосын бізде қалай жасыратын ештеңе жоқ, ырғыз ауданында жастар өте аз өзді. Көбінесе адамдар келмейді ырғызға жұмыс жасауға, осы жақта тұруға, бәрі қалаға қарай қашады, немесе үлкендеу бір аудандарға кетеді, Хромтау, Шалқар деген сияқты. Сондықтан бірінші очередте патриотизмді көтеру керек, ішкі өзіңдегі патриотизмді. Мен осы туған жерімде осы жаққа еңбек етемін, осы жақта жұмыс істеймін, осы ауданды көтеремін деген сияқты ой қалыптасу керек бірінші. Сосын содан кейін уже кетеді. Іс-шара ұйымдастыратын болсақ, басымыздан өткен зат қой, сізде де менде де дайындық керек болады, мысалы генрепетиция керек болады, жиналу керек болады. Ой, мен үйде мал қарып қалуым керек, ой, мен жаңағы үйде шаруам бар, желанием жоқ дейді, жатып алады үйде. Өзін бірінші очередь қояды да. Бұл жасап жатқан шаруаның бір жақсы болашағы болса, онда өзіңді сен екінші планға қою керексің. Артқа қарай асыру керексің. Ең бірінші сен давай өзіңді беру керексің. Жұмыс жасап істей беру керексің. И мүмкін, и то не факт, мүмкін бір пайдасы сосын барып келеді саған. Осы тұрғыда өзіңнен кеңес сұрайтын жастар бола ма? Кеңес сұрайтын жоқ. Сен осыны білесің ғой, мысалға бізге айтып жіберші деген сияқты, көрсетіп жіберші деген сияқты. Жоқ, мен кеңес берем деп айта алмаймын, себебі маған өзіме кеңес беретін адам керек еді. Солай ғой, адам өзінің білгенінен білмегені көп қой, бірақ болды ма сондай жағдай? Болды, мысалға элементарно ұйымдастыруда іс-шараны не керек деген сияқты, ондай кейде сұрайды. Өзің енді қазір ауылдан бөлек сыртта да достарың көп, енді әлеуметтік желіде байқаймыз ғой, көп адаммен араласасың. Адамның сырт келбетіне қарайсың ба? Жоқ, ол өте нашар зат, ол дұрыс емес зат, егер адамның сырт келбетіне қарап араласатын болсаң. Себебі сен ертең білмейсің, сен өзіңнің келбетің қандай болып кететінін білмейсің ғой, құдай сақтасын. Бірақ араласатын болсаң, сен қалай айтуға болады, единомышленники дейді, бір оймен жүретін адамдар тапсаң, және сол адаммен сосын шаруа істеп, іс-шара жасап, жобалар жасасаң, сөйтіп араласқан жақсы да. Бір мақсат болып жүрген адам, цель одна дейді ғой, сондай. Сырт келбетке ол өте дұрыс емес зат деп ойлаймын. Соңғы сұрақ, бұл енді бізде әрі қарай дәстүрлі сұрақ болып есептелінеді. Сізден бізге керемет ұсыныс болмаса идея. Біздің Ырғыз ауданында көптеген мекемелері бар, әр мекемеде өзінің әлеуметтік желісін жүргізетін өзінің мамандары болады. Бірақ енді жасыратын ештеңесі жоқ. Ол мамандарға шамалы бір апгрейд дейді ғой, шамалы обновление керек болады. Енді сондай ұсыныс алдағы уақытта сіздермен бірге ұйымдастырып мастер-класс, курс өткізсем бе деп, мобилографиядан. Оның ішіне не кіреді, оған дұрыс ракурстан түсіру, ең қажетті және де қолдану керек фишкілер айтылады. Сосын монтаж, освещение, цветокоррекция дейтін зат бар, егер элементарный. Соның бәрін түсіндіретін боламыз. Курс бізде 2 сағаттың маңайында өтеді. Егер жазылатын болса, сіздер арқылы. Құрметті біздің оқырмандар, осымен алғашқы подкастымыздың қонағы Әлшермен сұхбатымыз осылай аяқталды, тамамдалды. Алдағы уақыттарда осы біздің ауданымыздағы, жалғыз енді біздің Ырғыздағы емес, шалғай елді мекендердегі ауылдардағы жастарды көре аласыңдар. Рахмет, Әлшер. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Бұл подкаст өте көп жалғасын табады деген ойдамын. Бізде де жастарды көрсететін заттар өте көп. Көптеген жастар бар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет.